Шығыс Қазақстан технология колледжі қазақ әдебиеті пәнінің кезекті сабағы Абай Құнанбаевтың «Масғұт» поэмасы. Оқытушы Амангүл Қуанғанқызы. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған. Биыл ұлы ақынның туғанына 175 жыл. Ақынның өмірбаянын көрейік. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ойшылы, ағартушысы, ақыны. Абай қазақ әдебиетіне реалистік сипат пен жаңа мазмұн берді. Адамзаттық ой-санаға терең із қалдырды. Абай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Ол бала күнінде ескіше хат таниды. Кішкентай күннен халықтың ауыз әдебиетіне қанып өседі. Ел ішіндегі ақын жыршылардың, шешендердің әңгімесін елте тыңдайтын зеректігімен ерекшеленеді. Абай 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне түсіп, білім алады. Ақынның араб, парсы тілін меңгеруі шығыс ақындарын оқып, шығыс әдебиетіне еркін бойлауына ықпал етеді. Абай шығыс ақындарының шығармаларын танумен ғана шектелмей, өзді сол үлгіде өлеңдер жазған. Ол шығыс әдебиетінен төл әдебиетімізге зор жаңалық алып келді. Солардың бірі уәзін өлең үлгісі. Ақын өлеңдерінде бұл үлгі еркін қолданылады. Шығыс шайырларының нәзирагөйлік дәстүрінде де поэма жазған. Абай медреседе оқи жүріп, орыс мектебінен де дәріс алған. Өз бетінше Семей кітапханасындағы орыс классиктерінің шығармаларымен танысады. Саяси көзқарасы үшін Семейге жер аударылған Михайлис, Долгополов, Леонтьев сынды орыс демократтарымен араласуы, орыс тілін жете меңгеріп, рухани толысуына мүмкіндік туғызады. Ол тек орыс ақындарының ғана емес, Еуропа қаламгерлерінің, ойшылдары мен ғұламаларының еңбектерімен терең таныса бастайды. Шығыс әдебиеті мен батыс әдебиетінен жиған білімі Абайды кемелдендіре түседі. Әкесі Құнанбай ұлын ел билеу ісіне араластыру үшін оқуын аяқтатпай ел қалдыртады. Абайдың ел ісіне ерте араласуы ру арасындағы талас тартыстың байыбына барып, оқиғаға өзінше баға беруіне, өзіндік сын пікірінің қалыптасуына ықпал етеді. 1866-1878 жылдар аралығында Абай Қоңыркөкше еліне болыс болып сайланады. Жер дауы, жесір дауы, ел ішіндегі талас тартыстарды әділ шешуге күш салады. Әкімшілік құқықтық реформаларға атсалысады. Абайдың өлең жазуға ден қойған кезеңі де осы аралық. Абай шығармаларының көпшілігі қазақ қоғамының тағдырына арналады. Ақын халқының бүкіл рухани қатынасына терең көркемдік шыншылдықпен қарайды. Ескілік әдет, билеуші топтың азғындық мінездері ақын шығармаларында аяусыз шенелсе, қараңғылық, мұқтаждық пен жоқшылықта өмір сүрген бұқара халықтың қоғамдық қалпына көзқарасын айқын сездіреді. Шығармаларының ендігі бір тобында енжарлық пен жалқаулықты қатты түйреумен бірге ақылы, бойында қуаты бар адамға қажетті қасиет ретінде еңбекті сүюшілікті насихаттайды. Оқу білім тақырыбындағы өлеңдер Абай шығармаларында үлкен бір шоғырды құрайды. Оқуға шақыруды Абай
жалаң уағызбен айтпайды. Қоғамды қайта құруда, адамды қайта тәрбиелеуде білім алып, оқудың маңызын айта келе, аянбай оқуға ұмтылу керектігін шығармаларында баса көрсетеді және сол жолды мақсат етіп қоюды ұсынады. Қазақ әдебиетінің өркендеуі үшін Абайдың аудармашылық жұмысының маңызы зор. Шығыс үлгісіндегі шығармалар мен батыс ақындарының туындыларын аударып, халық ойы мен арманын неғұрлым өткір, терең, нәзік түрде жеткізу үшін тілді байытып, жаңа қолданыстар енгізіп, халық жыршылары айта алмаған, бірақ халық санасында жүрген ойларды айтады. Абай Құнанбайұлы қазақ әдебиетіне поэтикалық қуат бітіріп, классикалық әдебиет деңгейіне көтерді. Абай шығармашылығы өз заманының, тіпті бүгінгі күннің де шындығын танып білуге негіз болатын рухани жәдігер. Ол өз дәуірінің шеңберінде ғана қарастырылатын өткінші дүние емес. Заман ауысып, уақыт озған сайын қоғамдық ой санаға әсері арта түсіп, өркендеп, дамып отыратын асыл мұра. Масғұт поэмасы. Әрқайсысы 4 тармақтан тұратын 44 шумақтан құрылған. Басты кейіпкері Масғұт, оның тіршілік еткен шаһары Бағдат. Заманы Рашид халифтың тұсы. Масғұт кейін кездескен адам ол Қыдыр ата. Масғұт бай да емес, кедей де емес, орташа тап өкілі. Бір күні Масғұт кәрі шалды ұрылардан аман алып қалады. Шал алғысын айтып, ерлігіне, өзін бір өлімнен аман алып қалғанына разы болады. Алғыс ретінде келесі күні айтқан жеріне келіп, кішігірім сыйлығын алуды өтініп сұрайды. Ертесіне Масғұт уәделескен жерге келеді. Шал оны бұзылған тамға апарып, ол жердің басында 3 жемісі бар гүлді көрсетеді. Гүлдің жемістері ақ, қызыл, сары түсті. Шал осы 3 жемістің бірін таңдауын сұрайды. Ағын жесең ақылың жанынан асар, сарын алсаң дәулетің судай тасар. Егерде қызыл жеміс алып жесең, ұрғашыда жан болмас сенен қашар. Масғұт қызыл жемісті таңдайды. Себебін сұрағанда ақылы бар, өзгелерден ақылды болғысы келмейтінін, байлықтың да керік емес екенін, адамдардың өзіне бағынышты болғанын қаламайтынын айтады. Ал қызыл түсті таңдауы арқылы өзіне серік болар, ақыл қосар, адал жардың байлық пен ақылдан да қымбат екендігін айтып түсіндіреді. Қария бұл жауапқа разы болып, ақ батасын беріп шығарып салады. Күндер өте Масғұт халифаға, яғни ханға, сол кездегі ханға уәзір болады. Бір күні түсіне баяғы Қыдыр ата кіріп аян береді. Аянда қатты жаңбыр болатынын, сол жаңбырдың суын ішкен адамның жынды болып кететінін айтады. Сондықтан ол судан ішпей, таза су жинап қамдануды ескертеді. Арасымен де біраз жыл күндер өткеннен кейін жаңаға аян берген, аянда айтылған жаңбыр қатты жаңбыр болып, жер жүзін арам су шайып кетеді. Бұл суды ішкен әрбір жан ақылынан адасып, жындана бастайды. Ұйқыны, тамақты ұмытып, күні түні у-шумен ғана жүреді. Бұны көрген хан мен уәзірі халыққа басу айтып, оларға ақыл айтпақшы болады. Алайда бұны түсінбейтін халық, жындаған халық, олардың өздерін жынды санап, екеуін өлтірмекке бел буады. Шошыған хан мен уәзір жаңбырдың суынан ішіп,
жындылардың қатарына қосылуға мәжбүр болады. Осымен Масғұт поэмасының мазмұны қысқаша айтылды. Енді тапсырмаларға кезек. Бірінші тапсырма: шығарма кейіпкерлерін ата, яғни шығармада кімдер болды, қандай адамдар болды, есімдері толық жазылуы керек. Екінші тапсырма: Масғұт Қыдыр атамен қалай танысты? Оқиғада екеуі қалай кездесіп еді, қандай оқиға болып еді, осыны қысқаша жазамыз. Үшінші тапсырма: Масғұтқа мінездеме береміз. Масғұт қандай, ол кім деген сұрақтарға жауап береміз. Масғұт қандай адам? Сендердің ойланышың мысалы ақылды, қызыл жемісті таңдады, Масғұт кім болды? Ол уәзірі болды ханның. Тағы да қандай мінездеме бере аламыз? Жазып шығамыз толық. Төртінші тапсырма: шығармаға тезис құрамыз, яғни абзацтарға бөліп, қай абзацта қандай атау болар еді, жазып шығамыз. Масғұт кімді құтқарды? Бірінші бөлім. Екінші абзацта қалай? Үшінші бөлімде, төртінші бөлімде деген сияқты өздерің толықтырып жазып шығасыңдар. Бесінші тапсырма: шығарманың композициялық құрылымына талдау жасаймыз. Яғни шығарма басталды, баяндалды, байланысты, шарықтау шегіне жетті, шешімі деген сияқты кезекпен жазып отырмыз. Басталуы: Масғұттың қартты ұрылардан құтқарып қалуы. Осылай шығарма басталды. Байланысуы: қарттың алғыс ретінде сый тартуы, Масғұттың қызыл жемісті таңдауы, қарттың бата беруі. Осылай байланысты. Шарықтау шегі: Масғұттың уәзір болуы, Қыдыр атаның аян беруі. Бұл шарықтау шегі. Енді шиеленісуі: әңгіме қалай шиеленісті? Бұны өзіміз жазамыз. Және шешімі, яғни шығарма қалай аяқталды, қалай қорытынды болды, немен аяқталды, осыны шешімге жазамыз. Биылғы жылы Абайдың 175 жылдығына байланысты күнтізбеде 10 тамыз күні ұлы ақынның құрметіне Абай күні болып белгіленді. Енді әр жыл сайын 10 тамыз Абай күні тойлайтын боламыз. Тағы да бір қуантарлық жаңалық: түрік елінің төрінде кеше ғана Абай атамыздың атындағы саябаққа ұлы ақынның ескерткіші орнатылды. Қорытындылайтын болсақ, Абай үні, Абай лебі, Абай тынысы, халық тынысы, халық үні. Мұхтар Әуезов. Назарларыңызға рахмет.